Ассалаумағалейкум. Ерлан Қабатай YouTube арнасы, құрметті достар, құрметті YouTube арнасының көрермендері. Бүгін бізде қонақта қасымда, енді біз құрметті достар білесіздер, мен YouTube арнамның контенті өнер және спорт. Бүгінгі біз спорт тақырыбында қасымда осы Қазақстан 6 дүркін чемпионы, бізде енді мынау Азияның 4 дүркін чемпионы, жақында ғана осы Индияда өткен гір спортынан күміс жүлдеге атанған Тарбағатайдың тумасы, сонша Жетіарал ауылының тумасы Айбол Сәлембекұлы. Айбол, ассалаумағалейкум. Біріншіден шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Қош келдің. Енді біріншіден рахмет. Бүгін құрметті достар, бізде сұхбат еркін форматта бауырымызбен осы гір спорт туралы кішігірім әңгіме ететін боламыз. Бауырымыздың карьерасы жайында. Енді бауырым, енді біріншіден алғашқы сұрақ, кез келген спортшы үшін енді спорттың бастамасы дейміз ғой, былайша айтқан кезде. Содан бастасақ, енді спорттық енді Тарбағатайда, Жетіаралда өстім, ауылда өстім. Қалай болды, қалай басталды? Енді көптеген балалар, өзің сияқты жас балалар футболға қызығады, мысалға бокс дейміз ары кетсе, болмаса жаңа неге қызығады, волейбол дейміз, дамыған спорттың түрлері. Гір спортына қалай қызығушылығың басталды? Үйде біреу айтты ма, өзің қызықтың ба деген секілді? Жалпы Жетіарал орта мектебінде оқыдым, 6 сынып. Сол кезде спорт залда ойнап жүргем. Сол кезде дене шынықтыру пәні нормал деймін. Мейрамбек деген кісі маған келді. Осы гір көтеруден мектепішілік жарыс болады деп. Сол жарысқа қатысқан едім, ең алғаш. 3 баланың ішінде 3-ші орын алып қалдым. Ол кезде 8 килограмм гир көтеріп қалғам. Сол кезде балалар кішкене болады ғой, 3 баланың ішінде 3-ші орын алып қалдым деген. Соған кішкене намыстан кеттім де, келесі жарысқа дайындала бердім. Сөйтіп ақырын спорт залға бара бердім. Күнде гир көтере бердім. Осы әдісін, техникасын білмеймін, жай күшпен көтере бердім. Сол кезде 68 рет көтергем. Сол рекордты бұзу болды мақсатым. Өзімнің алғашқы бапкерім осы Нұрмол Мейрамбек деген ағам болды. Сол кісі спортқа алғаш алып келді. Рекорд деп жатсың сен. Бала кезден сен рекордын бастаған екен, өзің Азияның рекордын жаңарттың ғой. Сол сен жаңартқан рекордың бұзылған жоқ, сол күй тұр ғой. Осы рекордқа кейін оралатын боламыз. Алғашқы бапкерің кім деді есімі? Нұржан? Нұрмол Мейрамбек. Өзім Меке аға деп айтамын. Ол кісі бір жағынан өзінің жездем болып келеді. Екінші жағынан ұстазым, осы спортқа алып келген, көп нәрсені үйретті. Жалпы ең алғаш аудандық жарысқа қатысқам мектепішіліктен кейін. Ол кезде де 3-ші орын алдым. Кейін осы 8-ші наурыз мейрам күні болатын. Анамды қуантқым келді де, сол күні жарыс болған мектепішілік. Ұлдар мен қыздар арасында. Ол кезде 7-ші сынып оқимын. Сол жарысқа ұзақ дайындалдым. Сол кезде 10 минутта 8 килограмм гір тасын ұрғақ дейді, бір қолмен көтеретін. Сонда 356 рет көтеріп, сол кезде ең алғаш мектеп рекордын қойған болдым. Солай мадақтама қағазын алып, анамды қуантқан едім. Сол есімде. Кейін аудандық жарысты ота бастадым солай. Өзің Қазақстанның 6 дүркін чемпионы екенсің, 6 дүркін. Жалпы осы гір спортынан осы қазіргі таңда бәсеке қалай, бәсеке бар ма, конкуренция өзінің жас мөлшеріндегі арасында? Бәсеке өте жоғары. Әсіресе Қостанай қаласы, Түркістан облысы, Астана, қазір Нұр-Сұлтан дейді ғой. Көптеген облыстарда бәсеке өте жоғары. Қазір гір спорты өте жоғары дамыған. Қазір ұлдармен қоса қыздар да көтереді. Қыздарда өте бәсеке жоғары болып келеді. Олар жақсы нәтиже көрсетуде. Астана дейміз, жалпы Астана, Қостанай, енді спорт түрі дейміз, осы 4 дүркін чемпионы, осы Азияның 4 дүркін чемпионысың, Азияның. Сол туралы айтып өтсең, қалай болды? Енді сен алғашқы бапкерің, алғашқы ұстазың туралы айттық. Осы Қазақстанда чемпион болдың 6 рет. Сол кезде кім болды қасында бапкер? Қазіргі бапкерім Абдығалиев Әділ деген ағамыз, осы гір спорты және қол күрестен федерацияның вице-президенті. Сол кісі қазіргі уақытта 2017 жылдан бері, мен студент болған кезден бері дайындап келе жатыр. Жалпы ең алғаш осы универсиадаға қатыстым. Сол жарыста 2-ші орын алдым студенттер арасында. Кейін Қазақстан чемпионы болдым. 2019 жылы ең алғаш Азия чемпионаты басталған болатын осы гір спортынан. Өзбекстан мемлекеті Хива қаласында. Сол қалаға Абдығалиев Әділ ағамыз апарған болатын. Сол жарысқа ерлерге және жастар арасында қатысқан болатын. Ұзын цикл дейді. 2.32-ні
жерге түсіріп, жерге тигізбей кеудеге алып қайтадан жоғары көтеру сол түріне қатыстым. Ол кезде мен 17 жаста болғанмын. Сол кезде чемпион болып Азия рекордын орнатқан болатын өз жасында 32 рет көтеріп. Бұл рекорд әлі бұзылмады. Енді Қазақстанда 4 дүркін чемпионсың деп жатсың ғой, 6 дүркін, 6 дүркін. Біз 6 дүркін бірінші рет неше жаста чемпион болдың? Алғаш чемпиондығың? Алғаш чемпиондығым 17 жасында. 17 жасында Қазақстан чемпионы. Иә. Ал 15 жасында осы Қазақстан Республикасының қола жүлдегері болдым. Иә, енді осы жалпы гір спорты халық спорты дейді негізінде. Осы расымен де жаңа мен сөздің басынан айтып өттім, бізде Қазақстанда футбол дейміз, басқа көп жарнамалап істейміз де, мысалы волейбол кез келген спорттың жарнамасы өте мықты. Енді осы гір спортының аса қатты көп жарнамалмайды негізінде. Бұл өзінде не осы гір спорты қазір қаншалықты сенің көзқарасымен осы Қазақстанда дейміз, шығыс Қазақстанда қаншалықты дамып жатыр қазір? Қазір қарқынды бір қалыпты дамып келеді. Шығыс Қазақстанда қазір жақсы, спортшылар енді дамып келе жатыр. Жалпы ең жоғары дамыған осы оңтүстік Қазақстан, Қостанай облысында жоғары, Қазақстан бойынша Нұр-Сұлтан қаласында. Бізде жақсы дамып келе жатыр. Осы жақында әлем чемпионатында қыздар арасында Аханова Еркеназ өзінің жерлесін Ақжар ауылының тумасы осы әлемнің 2 дүркін чемпионы болды. Осы гір спортынан. Тағы да басқа Ақмарал деген қыз осы Өскемен қаласының тумасы. Ол қыз 2017 жылы чемпион болған, әлем чемпионы болған. Көптеген чемпиондар енді шығып келе жатыр. Енді жалпы биылғы жылы осы Тарбағатайдың аудан шыққан жігіттер бауырларымыз үшін бір жемісті жыл деп болады. Өйткені күрестен де алып жатыр, өзінде міне гір спортынан алып жатсың. Енді мына осы біздің сұхбатымызды тамашалап көріп отырған жас бауырларымыз бар, басқа да көрермендеріміз бар. Енді олар жалпы гір спортына мысалға дайындық қалай болады? Тренировка дейміз ғой, тренировкада қалай, қаншалықты уақыт алады, қай кезде деген секілді. Аптасына қанша рет не істейсіңдер? Тренировка аптасына 3 рет жасаймыз. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма. Тренировка уақыты 2 сағат немесе 3 сағат. Енді күнделікті ер көтермейміз. Арасында денені дамытамыз, әртүрлі качка жасаймыз, шыдамдылыққа, төзімділікке жаттығулар жасаймыз. Сол бойынша дайындаламыз. Жалпы бапкерім, тренерім не айтады, соны орындаймыз. Қалай жасау керек, өзімізге жеке план береді, нәтижемізді дамыту үшін сол бойынша еңбек етіп дайындаламыз. Жақсы, енді жақында ғана өзіне Индияда күміс жүлде болды, күміс жүлде алды осы Индияда 2022 жылы. Сол туралы айтып өтсең, өзінде сол жақта жарыс туралы айтып өтсең, сол жақта атмосфера қалай болды, барып келуің бар деген секілді. Осы жылы 2022 жылы әлем чемпионаты болған, Нью-Дели, Индияның астанасы Нью-Дели қаласында болған болатын. Сол жарысқа 63 кг салмақта ерлер арасында қатыстым. 8-ші минутта жарақатыма байланысты еріксіз қойдым. Солай өзінің осы жерлесім қазақстандық Түркістан облысының баласы, ол чемпион болды. Мен 2-ші орын алдым. Демек сен жарақатына байланысты тоқтатуға тура келді? Иә, тоқтатуға. Сосын күміс алдың. Иә, солай. Бірақ сен сол күмісті алған кезде, ауылға келген кезде, ауыл дейміз жалпы, шығыс Қазақстанға келген кезде сені өзін күтіп алды, жақсылап күтіп алды. Туған туысқандарым дейміз, халық дейміз жалпы. Біздің Жетарал ауылының тумасы болғандықтан ауылымдағы ағалар, бауырларым, әпкелерім, сол кісілер күтіп алды. Әсіресе ауыл жастары жақсы қарсы алды, ат мінгізді, солай күтіп, бір дастарханда отырдық, солай жақсы болды. Енді мына осы сұхбатта пайдалана тұрып, сол ауылдың өзінің жерлестеріне, аға бауырларына бір ауыз алғыс айтуға да болады. Жетарал ауылының жастары, ағаларыма, апайларыма үлкен алғыс айтамын, және ұстаздарыма. Осы жылы әлем чемпионатына күміс иелендім. Күтіп алғандарыңызға осындай халықтың, ауылдың баласы болғаныма қуанамын, шын жүректен. Енді жалпы дұрыс қой, батыр мен ақын сыйлаған қазақтың халқын боласыңыз ғой. Енді осы алдыңғы енді спорт карьераңда алды үлкен жарыстар бар ма 2023-те? Қандай мақсатың бар? Қандай жарыстарға деген қандай нең бар? Дайындалып жүрген мотивацияң неміз бар? Осы 3 айдан кейін әлем чемпионатына, Азия чемпионатына қайтадан іріктеу жарысы болады. Қазақстан
республикасының чемпионаты. Мгм. Сол жарысқа бұйырса дайындаламын. Қайтадан лицензия алуға тырысамын және әлем чемпионатына қайтадан қатыссам деген үміттемін. Бұйырса әлем чемпионы болсам деген арманым бар. Сол мақсатыма жеткім келеді. Осы негізінен гір спорты әлемдік деңгейде, азиялық деңгейде жарыстар өтіп жатады. Осы бірақ олимпиадалық деңгейде бұл спорттың түрі әлі енбеген. Бірақ болашақта ену мүмкін бе негізінде? Болашақта ену мүмкін, өйткені гір спорт және қол күресі екеуі бір федерация, екеуі де жақсы дамып келе жатыр бүкіл әлемде. Сондықтан алдағы уақытта енуі мүмкін бұйырса. Қазіргі уақытта гір спортынан ең дамыған мемлекеттер ол Россия, одан кейін Қазақстан, бәсекелес. Енді осы өзің тренировка дейміз, жассың өзің спортты осындай уақыт аралықта үлкен жетістіктерге жетіп жатыр екенсің. Енді бос уақыт дейміз, бос уақытың жас болғаннан кейін бойды ағасың, отбасы құрмағансың, дұрыс па? Бұл бос уақытыңды неге арнайсың енді? Көптеген көрермендер қызығы мүмкін, тек қана спорттан ғана шықпай ма деп, енді немен айналысасың, басқа қандай неге қызығасың спорттан басқа? Бос уақытымда спорттан бөлек балалар дайындаймын жеке. Кішкентай балаларды, Иә, ұсақ балаларды жарысқа қатыстырамын. Жеке бапкерім, тренерім өзімде. Және де бала кезде футболшы болғым келеді, арасында футбол ойнап тұрамын. Футбол енді міне, футбол демекші жақында осы әлем чемпионаты болып жатыр. Иә, басталады. Сұхбатың шығады шығар. Қай неге жанкүйері боласың? Португалия. Португалияға? Иә. Роналду. Роналду. Енді құрметті достар, бізде осындай Айдос бүгінгі Айбол бауырымызға мың алғыс айтамыз. Енді мынау бізде осы бауырымыздың жеңіп алған медальдардың соңы, медальдары. Жас балалар деп жатсың ғой, кішкентай балалар. Ол кішкентай балалардың қызығушылықтары қалай екен? Гір спортына деген. Өте жоғары. Осы жылы 5 балам облыс чемпионы атанды. 2 қызым, 3 ұлым. Жақсы. Олар көбінде 12-10 жастағы балалар. Осы Өскемен бойынша дайындайсың, осы? Иә, Өскемен, Шығыс Қазақстан бойынша дайындаймын. Қанша уақыт болды? Болса, құрметті достар, бүгін бізде міне қонақта болған Тарбағатайдың мақтанышы, жалпы енді бауырым саған тілерім. Енді керемет сөз бар ғой, ең басты чемпиондық деңгейге дәрежеге жетіп, Алла қаласа бүкіл арманың орындалып, және өзің айтыпсың ғой, әлем чемпионы болу депсің. Осы спорттың түрі олимпиадаға барып, олимпиада чемпионы болуға Алла нәсіп етсін. Үлкен рахмет, осы уақыт бөліп бүгін бізге сұхбат беруге келіскеніне. Енді өзіңде бір ауыз көзқарас көрермендерге деген тілегің болса? Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Жалпы айтарым, сәтсіздік ол жеңістің бастауы, ешқашан берілмеу керек, тек алдыға жүру керек. Ешкімді емес, тек өзіңді тыңдау керексің. Өмірде де, спортта да біреудің айтқанын емес, тек өзіңді. Сонда ғана жеңіске де, алдыға да жүре аласың. Солай деп ойлаймын өзім. Енді осы спортта жеңіс пен жеңіс қатар жүреді ғой. Осы сен жаңа айтып жатсың, мен халқым күтіп алып, туысқандарым, жастарым күтіп алды деп. Қолдаушыларым дейміз, соларға бір алғысым осы Айбол бауырымның бауырым деп саған бір звондап жүретін осы енді көрген кезде мен неге айтпа дейтін адамдар болмаса, соларға деген бір ауыз. Жалпы Жетарал ауылының жастарына, ағаларыма және Аманжол ағама, өзімнің ағам, және де ақылшы ағам қолдаушым болып келеді. Және бапкерлеріме де алғысым шексіз. Және анама әрдайым қолдап, бізді өсірген. Спорт жолында әрдайым қолдау білдіріп, тек алдыға деп. Сені осы спортты таңдағанда отбасының барлығы саған әрдайым қолдау көрсетіп жатыр ғой? Иә, қолдау көрсетіп жатыр. Жақсы бауырым, саған көп рахмет. Құрметті достар, бізбен қонақта болған гір спортынан Азияның 4 дүркін чемпионы, Қазақстан 6 дүркін чемпионы бүгін бізде Айбол Сілембекұлы. Құрметті достар, YouTube-ға каналға жазыламыз, пікір қалдырамыз. Көптеген пікір болса, каналға көп жазылсаңыздар, біз сұхбатты жиі шығаратын боламыз. Көп рахмет.